Саламатсыңдар ма балалар? Көтеріңкі көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым арайлап атқан күнге. Бүгінгі оқу қызметі жаратылыстану. Сабақтың тақырыбы сезім мүшелерінің қызметі қандай? Балалар, адамда 5 сезім мүшесі бар. Олар көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Бүгін біз сезім мүшелерінің қызметімен танысамыз. Ендеше бейне жазбаға назар аударыңдар. Біздің 5 сезім мүшеміз көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Сезім мүшелерінің арқасында айналамыздағы барлық нәрсені үйреніп, түсініп, рақаттана аламыз. Көздеріміз айналадағы түрлі нысандарды көруге көмектеседі. Ал құлағымыздың көмегімен әртүрлі дыбыстарды ести аламыз. Иіс сезу хош немесе жағымсыз иістерді анықтау қабілеті. Біз иісті мұрынмен сеземіз. Иіс сезу дәм сезумен байланысты. Мұрын бітелсе, тағамның дәмі де сезілмейді. Тілдегі сезімтал жүйке ұштары тағамның түрлі дәмдерін тамашалауға көмектеседі. Бесінші сезім мүшеміз тері. Тері бізді ыстықтан, суықтан және микробтардан қорғайтын көрпе сияқты жұмыс істейді. Балалар, әліппе дәптерлеріңдегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Мына дене мүшелерінің қызметін және олар қандай сезім мүшелері екенін ата. Ол бізге не үшін қажет? Әңгімеле. Келесі тапсырма, мына суреттегілер өмір үшін қауіпті ме? Олар адамның қандай мүшесі үшін зиянды екенін айт. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Көреді бәрін өзгенің, көре алмайды өздерін. Екі шырақтың ортасында бір өзім. Күмбір-күмбір қарағым, қартайғанша жарадың. Жұмбақты үлкендермен бірге шешіп, жауабын маған айтыңдар. Балалар, үшінші тапсырма. Көру мүшесін қызыл, есту мүшесін көк, иіс сезу мүшесін жасыл, дәм сезу мүшесін сарғыш, сипап сезу мүшесін күлгін түспен белгіле, түсіндір. Барлық тапсырмаларды орындап болған соң өзіңді өзің бағала. Бәрін түсіндім, басқаға түсіндіріп бере аламын, жасыл түсті. Түсіндім, бірақ түсіндіріп бере алмаймын, сары түсті. Ештеңе түсінбедім, қызыл түсті карандашпен бояп көрсетіңдер. Балалар, сендерге тапсырма. Мына сезім мүшелерін қай суретпен жұптастыруға болады? Ауызша айтып беріңдер. Сонымен бүгінгі оқу қызметінде сезім мүшелерінің қызметімен таныстыңдар. Оқу қызметі аяқталды. Сау болыңдар балалар.